Қайырлы күн, 9 сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы социализмнің шведтік моделінің белгілері қандай деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Швециядағы жұмысшылардың социал-демократиялық партиясының әлеуметтік-экономикалық реформаларымен танысамыз, жетістіктері мен кемшіліктерін талдайтын боламыз. Біріккен ұлттар ұйымы 2012 жылдан бері жыл сайын әлемдік бақыт туралы есепті жариялап тұрады. Онда әлемнің 150 елінің тұрақты даму рейтингісі көрініс тапқан. Осы рейтингке сәйкес Швеция үнемі халқы ең бақытты елдер қатарының алғашқы ондығына кіреді. Бұл көбінесе 20 ғасырдың екінші жартысында шведтердің социал-демократиясының қоғамдық негізге негізделген идеялары іс жүзінде жүзеге асыра алуымен байланысты. Шведтердің әлеуметтік даму үлгісі жалпыға ортақ әл-ауқат қоғамы, скандинавиялық модель, үшінші жол, орташа жол және ақырында швед социализмі моделі секілді әртүрлі атауға ие болды. Социал-демократтар және әлеуметтік қоғам. 20 ғасырдың екінші жартысына қарай Швеция Еуропаның ең кедей елдерінің бірінен экономикалық тұрғыдан дамыған мемлекеттердің біріне айналды. Бұл швед социал-демократтарының еңбегі еді. Олар халықтың өмір сүру деңгейін әлеуметтік революциялар мен азаматтық соғыстарсыз біртіндеп реформалар жасау арқылы жақсартуға ұмтылды. Шведтің әлеуметтік қоғам моделі экономикалық өсу мен жеке меншікті теңдік және әділетті бөлумен үйлестіру идеясын негізге алды. Сонау 1920 жылдары Швеция социал-демократиялық партиясының жетекшісі Пер Альбин Хансен елде халық үйі деп аталатын теңдік қоғамын құру тұжырымдамасын ұсынған еді. 1932 жылдан 1976 жылға дейін 44 жыл бойы билікте болған социал-демократтар еңбеккерлерге арналған әлеуметтік кепілдіктерді біртіндеп кеңейтті. Шведтің әлеуметтік мемлекет үлгісі өркендеу кезеңіне 1960-1970 жылдары жетті. Швециядағы әлеуметтік кепілдіктер межесі мен өмір сүру сапасы әлемдегі аса жоғары деңгейлердің бірі болып табылады. Мемлекет өз азаматтарына туғаннан бастап өмірінің соңына дейін әлеуметтік қолдау көрсетуге кепілдік береді. Әсіресе әлеуметтік тұрғыдан осал топтар, жетім балалар, мүгедектер, көп балалы отбасылар, иммигранттар ерекше қамқорлыққа алынған. Елдегі әлеуметтік шығындарға мемлекет қазынасынан мол қаржы жұмсалады. Ол ел бюджетінің 60-70%-ын құрайды. Бұл жағдай нарық пен демократия жағдайындағы швед социализмі феномені туралы айтуға негіз болды. Яғни, социалистік елдерде орнаған әкімшілік, әміршілдік экономикалық үлгіге балама ретінде танылды. Швеция әлеуметтік мемлекетінің моделі, мәселелер мен жетістіктер. 1980-1990 жылдары Шведтің әл-ауқат мемлекеті ауыр дағдарысты бастан өткерді. Бұл швед социализмінің күйреуі туралы сөз қозғауға негіз болды. Әлеуметтік салаға мемлекеттік инвестициялардың тұрақты өсуі және басқарудың бюрократиялық аппаратының кеңеюі бюджет тапшылығына, инфляцияға, бағаның өсуіне және еңбек өнімділігінің төмендеуіне әкелді. Швецияға 50%-дан 60%-ға дейін өте жоғары салық деңгейі тән болды. Бұл азаматтардың белсенділікке деген ынтасын төмендетті. Мұндай саясат кейбір халық топтары арасында масылдық көзқарасты туғызды. Қазіргі уақытта Швед социал-демократиялық партиясы сайлаудағы абсолютті үстемдігін жоғалтқанымен әлі де ең ықпалды партия болып қалып отыр. Партия нарықтық экономиканы әлеуметтік қамсыздандыру кепілдіктермен үйлестіруді жақтайды. Швецияға иммигранттардың көптеп келуіне байланысты қоғамда оңшыл, ұлтшыл партиялардың ықпалы күшейді. Бұған шведтік экологиялық қозғалыстар мен
басқа да саяси партиялар айтарлықтай әсер етуде. Мұндай жағдайда Швецияда әдетте социал-демократтар басқаратын солшыл партиялардың коалициялық үкіметі қалыптасады. Үкімет қалыптасқан ахуалға байланысты бірнеше реформалар жүргізді. Нарыққа мемлекеттік араласуды шектеді. Бизнестегі салықтарды төмендетті. Экономиканың құрылымдық қайта құруын жүзеге асырды. Инвестициялық климатты жақсартты. Сонымен бірге үкімет денсаулық сақтау, білім беру және ғылым салаларына ірі мемлекеттік инвестициялар салуды жалғастыруда. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауабын табыңыздар. Тапсырма. 4 топқа бөлініп, Швецияның әлеуметтік мемлекеттік моделіне талдау жасаңыздар. Тапсырма. 4 топқа бөлініп, Швецияның әлеуметтік мемлекет моделіне талдау жасаңыздар. Үйге тапсырма. Швециядағы білім беру жүйесінің ерекшеліктері тақырыбына эссе жазыңыздар.